Саламатсыздар ма? Мен Сангалы Тамара Николаевна, Қарғалы ауданы тұрғынымын. Ұлтым орыс, менің отаным Қазақстан. Мен қазақ тілін öğrenіп жүрмін. Әрбір қазақстандық қазақ тілін білу керек. Саламатсыздар ма, ағайындар? Мен Сурбаева Людмила, Ақтөбе облысы Алға қаласының тұрғынымын. Ұлтым Молдаван. 2003 жылда үлкен қазақ отбасына келін болып түстім. Менің отаным Қазақстан. Сондықтан әр қазақстандық өзі тұрып жатқан елдің тілін білу керек. Ол үшін ниет болса жетіп жатыр. Мен тұрмысқа шыққанда қазақ тілін шынымды айтсам білген жоқпын. Осы елде тұрып жатқан соң қазақ жігітке тұрмысқа шығып, менің өмірге деген көзқарасымды қатты өзгертті. Алға қаласындағы тілдерді оқыту курсынан өттім. Осының бәрі маған тілді үйренуіме көп көмегін тигізді. Мен қазір қазақ пен орысша сөйлесіп кетіп бара жатса, немесе балаларына орысша сөйлесе ұяламын. Бұл дұрыс емес. Балаларым қазақ мектепте оқиды. Еш көнбеймін. Өйткені қазақ тәрбиесін алған бала жаман болмайды деп ойлаймын. Еліміздің мәртебесі биік болсын. Елбасының сараптағы саясатының арқасында еліміз тыныштық. Осындай бейбіт елде тұрып жатқан өзі үлкен бақыт емес пе? Юсупова Нұрсия. Менің ұлтым татар. Мен Қода ауданының тұрғыны. Орыс мектебіне оқысам да, кластарысымен қазақша, орысша сөйлеп жүрдім. Достарым бәрі қазақ. Мен Қазақстанда тұрам. Қазақ тілін білем. Бәріміз де қазақ тілін білуіміз керек. Мен Шачко Вячеслав Владимирович. Ұлтым Украин, Мартук ауданында тұрамын. Мен қазақ тілін өте жақсы көремін. Себебі ол біз үшін ең маңызды тіл. Біздің елімізде әрбір ұлт қазақ тілін құрметтеу керек. Менің есімім Пак Тамара Владимировна. Ұлтым кәріс. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің оқытушысы қызметінде жұмыс жасаймын. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының Қазақстанның дамуына зор үлес қосатын бағдарламаларының бірі үш тілді меңгеру. Мемлекеттік тілде сөйлеу үшін маған Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасының жанындағы тілдерді оқыту орталығы ұстаздарының көмегі өте зор болды. Мен аты-жөнім Михаил Коломеев, Хантау қаласының тұрғынымын. Хантауда номер 4 орта мектебін бітіргенмін, және де тілін оқыту курстерін аяқтағанмын. Мектеп кезінде менің жақсы көретін сабақтарым әдебиет және қазақ тілі болған. Мектеп кезінде мен жарқын болашақтың жүлдегері деп атандым. Қазақ тілі бай және көркем тіл. Мен қазақша үйренгенім мақсатында ол өзімнің ойын жеткізу. Өйткені мен қасымдағы достарым, көршілерім қазақтар. Негізінде Қазақстанда азаматтық ретінде өзім парызым деп санаймын. Өзін тілін байыту үшін ол жақсы. Қазақ тілін тарихында өзін тілін байтасың, сөйлейсің, ойлайсың.